Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Жаңа ғана рейстен келдім. Бүгінгі видеода максимально лайв формат менің рейстен кейінгі рутинамды көрсететін боламын. Қазір менің коллегам ар жақта ұйықтап жатыр, кішкене сыбырлап сөйлейтін боламын. Сол кеттік. Бізде сағат таңғы 6. Чемоданды разбирать етіп, үйді жинастырып, продуктыға барып, в общем, лайв формат қой, лайв. Осылай рейстен кейінгі барлық киімімді химчисткаға апарып тастаймын. Выходной болса ол продуктыға барам. Себебі продукт алған кезде мен 2-3 күнге, 4 күнге ғана жететін көлемде алам. Себебі білмеймін неге мына жерде тез бұзылып кетеді. Сол менің тұратын жерім анау үй. Продуктыны ана жерде Лулу деген супермаркет бар. Қазақстандағы Магнум сияқты үлкен сеттердің бірі осы Катардағы. Солай болсын. Байқағандарыңыздай, мұнда бір тірі адам жоқ. Анау жақтарда 1-2 рабочий ғана бар. Күн ысып тұр, мына жерде 37 градус көрсетіп тұр дәл қазір. Бірақ та по ощущениям еще больше, где-то 40 градустай. Солай жағдай. Потом обратно киіп қайтам. Бүкіл заттарымды осы сумканың ішіне салып, сыймаған өстіп қолға ұстап. Біздің тұратын апартаменттің спорт залы. Ондай көп ештеңе жоқ. В общем, мына жерде мындай упражнение жасайтын оборудование и мына жерде мындай. В общем, тренировка жасаймыз қазір. Короче, мен отпускаға барып келген болатын. Сол кезде өзіміздің үйдің тамағын жеп, лагман, манты, плов жеп 80 килограммға дейін көтеріп тастаған болатын весімді. Негізі менің рабочий весім 74-75. Қазір ақырындап енді тастап жатырмын соларды. Күн батып бастаған кезде осылай анда-санда прогулкаға шығып тұратын бар. Қазір күн батып жатса да 35-36 градустай болып тұр. Біздің район жап-жасыл, өте тыныш. Қаладан кішкене шет жақта орналасқан, сол себепті машина трафик көп емес. Осындай біздің паркіміз бар. Тағы да бір көзге түсетін нәрсе, ол осындай машиналар палаткалардың астында тұрады. Палатка дейма, шатер дейма, байқасаңыздар. Жақта да машиналар өте жақсы ойластырылған. Себебі осында қысы жазы тек күн шығып тұрады. Егер сіздерде сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға қойыңыздар. Авиация болсын, басқа да сұрақтар болса, міндетті түрде қоя беріңіздер. Жауап беруге тырысам. Компания жаңа форма беріп жатыр. Қазір сол форманы алып қайтам. Осындай бизнес наряд болу керек, в общем. Үстіп алдым. Қалай кішігірім тип казах болып тұрмын ба? Look of the day. Осымен үйін демалысым бітті. Рейсқа айттық.
чисто осындай лайв формат. Егер сіздерге ұнаса лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар.